Саламатсыңдар ма, балдар? Бүгін біз 4-ші сынып математика 138-ші сабақты талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға тіркеліп кетіңіздер. Есепке айнымалысы бар өрнектер құру. Айнымалысы бар өрнектер құруды және оларды есепті шығару үшін қолдануды үйренесің. Бірінші есеп. Теңдеуді ықшамдау дегеніміз не? Берілген теңдеулердің әрқайсысы үшін ықшамдауды қалай орындауға болатынын айтып бер. Теңдеулерді шеш. Яғни бұл жерде теңдеу берілген. Бұл жерде 4 теңдеу берілген. Барлығын ықшамдап шығу, яғни есепті шығару дегенді білдірсек болады. Есептердің шешуін санды өрнек түрінде жазуға болады. Оның мәнін есептеп, сен есептің сұрағына жауап бересің. Егер есептің шартында санның орнында әріп тұрса, онда шешуін айнымалысы бар өрнекпен жазуға болады. Бұл жерде бірінші теңдеуге қарасақ, 76 көбейтілген x теңі 38 көбейтілген 50. 76-ны қайта жазып аламыз, көбейтеміз x теңі 38-ге 50-ді көбейтсек 1900 шығады. Тағы да x тең 1900-ді бөлеміз 76-ға. Сол жақта тұрғаны оң жаққа өтіп кетеді, яғни x-тің келесі бетіне өтіп кетеді 76. Сол кезде x тең 1900-ді 76-ға бөлсек 25 шығады. Енді 76 көбейтілген 25 теңі 38 көбейтілген 50 деп жазамыз. Астына 1900 тең 1900 деп жазып қоямыз. Екінші теңдеуге назар аударсақ, 456 қосылған 768 қосылған а теңі 1567 қосылған 765. Бұл жерде 1224 қосылған а теңі 232 деп жазып аламыз. Бұл жерде 1224 қайдан шықты десек, 456-ны қосамыз 768-ге 1224 шығады. Және де қосылған аны жазып, жауабы 2332 қайдан шықты десек, 1567 бар емес па? Қосылған 765-ті қоссақ, 2332 шығады. А тең 2332 азайтылған 1224. Мына жерде қосу болып тұрған соң, адан кейін, яғни азайту болып кетеді. А тең 1108 деп жазып аламыз. 456 қосылған 768 қосылған 1108 тең 1567 қосылған 765. Яғни бұл жерде 232 тең 2332 тең 2332 тең болады. Енді үшінші есепке назар аударсақ, 12. Бұл жерде 12 көбейтілген жақшаны ашылған x қосылған 9x теңі 480. 12 көбейтілген 10x теңі 480. Бұл жерде 12 мен 10x көбейтіп алсақ, 120x шығады. Жауабы яғни теңін 480 деп жазып аламыз. Енді бұл жерде x тең 480-ді бөлеміз 120-ға, жауабы 4 шығады. 480-ді 120-ға бөлсек 4. Енді 12 көбейтілген жақшаға осы 4-імізді жазып аламыз. Оған қосамыз 9-ды көбейтеміз 4-ге, теңі 480 қалады. 480 тең 480. Енді төртінші есепке назар аударсақ, 5x қосылған 3x азайтылған 200 теңі 1000 деген. 8x азайтылған 200 тең 1000. Бұл жерде 8x-ті жазып аламыз, теңді жазамыз да 1000-нан қосамыз 200-ді. Яғни 8x тең 1200 болады. X тең 1200-ді бөлеміз 8-ге. Мен айтып өткендей, яғни сол жақта тұрса, теңдеуден кейін, x-тен кейін келесі бетке өтіп кетеді. X тең 150 қалады. Енді бәрін орнына қойып шығамыз. 5 көбейтілген 150 көбейтілген 3 көбейтілген 150 азайтылған 200 теңі 1000 шығады. Енді 1000-ға тең 1000 деп жазып қоямыз. Келесі есепке өтетін болсақ, екінші есеп. Бұл жерде тапсырманы орында дейді. А тапсырмасы бір барқыт гүлдің бағасы д теңге, ал бір раушан гүлдің бағасы одан 30 теңге артық дейді. Бұл жерде бағасы белгісіз. Бір раушан гүлдің бағасы 5 барқыт гүлдің бағасы 3 раушан гүлдің бағасын, 5 барқыт гүл мен 3 раушан гүлдің бағасын көрсететін айнымалысы бар өрнектерді жаз дейді. Бұл жерде бір раушан гүлдің бағасы д қосылған 30,
Ал екіншісі 5 Барқыткөлдің бағасы 5D тең D қосылған D қосылған D қосылған D қосылған D. Үшіншісі 3 Раушангүлдің бағасын 3 жақшаны ашамыз D қосылған 30 жақшаны жауамыз тең 3D қосылған 90 болады. Яғни бұл жерде 3 Раушангүлдің бағасы. Енді 5 Барқыткөл мен 3 Раушангүлдің бағасын көрсететін айнымасы бар өрнек жазамыз. 5D қосылған 3D қосылған 90 теңі 8D қосылған 90 болады. Қателесіп кететін бұл жерде 90. Яғни 5D қосылған 3D қосылған 90 теңі 8D қосылған 90. Енді әсін орындайтын болсақ, есепті айнымаласы бар өрнек құрып шығар. Өрнек ықшамда 2 килограмм алма мен 6 килограмм алмұрт сатып алынды. 1 килограмм алманың бағасы X теңге, 1 килограмм алмұрт 1 килограмм алмаға қарағанда 70 теңгеге қымбат. 2 килограмм алма мен 6 килограмм алмұрттың құны бір алғанда қанша теңгеге болатынын анықта. Егер X тең 100 теңге болса, өрнектің мәні қанша болады дейді. Бұл жерде әде алма X теңге, бұл жерде оқып өткендей алма X теңге, алмұрт X қосылған 70 теңге, 2 килограмм алма қосылған 6 килограмм алмұрт жазып аламыз. X тең 1000 теңге, яғни бұл жерде 1000 теңге, X тең 1000 теңге болып тұр. Енді өрнекті шығаратын боламыз. 2X қосылған 6 жақшаны ашамыз, X қосылған 70, жақшаны жауабымыз тең 2X қосылған 6, X қосылған 420 тең 8X қосылған 420 жазып аламыз өрнекті. Енді 8 көбейтілген 100 қосылған 420 теңі 800 қосылған 420. 800 бен 420-ны қосақ 1220 теңге қалады. Енді үшінші есепке өтетін болсақ, бұл жерде жұптық жұмыс. Өрнек құр. Кәсіпорын N телескоп шығару үшін 90 миллион теңге жұмсауы тиіс дейді. 9 миллион теңге жұмсауы тиіс дейді. Жаңартылған технологиядан кейін бір телескоптың бағасы 30 мыңға төмендеді. Жаңартылған технология бойынша бір телескоп әзірлеу үшін кәсіпорын қанша теңгеге жұмсайтын болады дейді. N тең 50 әріптің мәнін қойып есепте дейді. Аны шығаратын болсақ, бұл жерде қараңыздар, кәсіпорын айдың басында 138 тоңазытқыш, яғни тоңазытқыш жаңартылған дейді. Ал кейін айдың соңында тоңазытқыш шығарылды дейді. Барлық тоңазытқыш шығарды, яғни сатып кетті, неше тоңазытқыш қалды дейді. Бұл жерде үшінші есепте астында тұр, яғни 9 миллионды бөлеміз 50-ге, азайтамыз 30 мыңда. Теңі 1,800,000 мың, азайтыламыз 30 мың, теңі 1,500 мың теңге қалады. 1,500 мың теңге қалады бұл жерде. Енді әдіні шығаратын болсақ, әдеде дәл солай, бірақ 60 телескоп жауабы болады. Қателесіп кетіппін. 60 телескоп А-да 138 өрнек шығарамыз бұда. Қараңыздар, бұда бүйтіп айтылған. 138 қосылған М 24 өрнегі бойынша есеп құрастыр дейді. Егер М 58 болса, өрнектің мәні қанша болады дейді. Бұл жерде өрнек құрамыз 138 қосылған М деп берілген. Азайтамыз 24 теңі 138-ді қосамыз 58-ге, шақшаның ішінде қосып аламыз. Азайтылған 24 теңі 196, азайтамыз 24 теңі 172. Яғни бұның жауабы 172 қалады. Төртінші тапсырмаға өтетін болсақ, қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке алмастыр дейді. Бұл жерде екі теңсіздік берілген. Біріншісі 385 кіші X-тен X үлкен, яғни үлкен X-тен кіші 392 дейді бұл жерде. Екі өрнекті осылай жазып шығарып аламыз, яғни сәуле сызып, олардың 385 пен 392-ні жазып аламыз. Енді соның 385 пен 392-ның арасында қандай сандар жатыр, соны жазамыз. Екінші өрнекте де дәл солай 521 мен 530-ға дейін аралықтағы өрнекті жазып аламыз. Біріншінікі мысалы
386, 387, 388, 389, 390, 391. Ал екіншісінде 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 сандары жатыр, я. Жақшаның көмегімен есептеп алдық. Енді 5-ші есепке өтсек. Бұл жерде есептер бойынша өрнек жаз дейді. Ғарыш туралы энциклопедия экспет бар. Әлия кітаптың 8-ден 1 бөлігін оқыды, оқылмаған неше бет қалды дейді. Барлығы S бет, оқыды 8-ден 1 бөлік, қалды белгісіз бет. Оқыдыдан осы барлығына артық, яғни осы бөлінген оқыды бөлік болып тұр. Енді шешуін шығаратын болсақ, S тең 8 көбейтілген 1 тең S бөлеміз 8-ге, оқыды S тең S бөлеміз 8-ге бет қалды, 8 бет қалды. Яғни бұл жерде жауабы S бөлінген 8 бет қалды. Яғни 8 бет қалды. Әсін орындайтын болсақ, кітап дүкеніне әрқайсында N кітап бар, 4 қорап әкелінді, оның 4 қорабы сатылды, сатылмаған неше кітап қалды дейді. Бұл жерде N кітаптан 9 қорап, сатылды 4 қорап, қалды белгісіз кітап. Шешуі 9-дан 4 азайтсақ 5 қалады, 5-ті N-ге көбейтсек 5N, яғни қалды 5N кітап. 6-шы есепке өтетін болсақ, мәтінді оқы, тапсырманы орында дейді. Бірінші мәтінді оқып алайық. Қазіргі кезде күн жүйесінде жүздеген мың астероид белгілі. 2017 жылдың 1 сәуірінде Минар Планет Центр мәліметтерге бойынша 7029 626 ергежейлі ғаламшар. Оған қоса 2016 жылы ішінде 47.034 ергежейлі дене табылған. 2017 жылының 11 қыркүйегінде жағдай бойынша мәліметтер базасында 7034-ін 62 нысан тіркелсе, оның 496-915 үшін орбитасы нақты анықталып, оларға ресми нөмір берілген дейді. Бұны өздеріңіз оқып алыңыздар. Енді сұраққа жауап бере берейік. Бұл жерде сұрақты оқитын болсақ, мәтінде қанша әртүрлі сандар кездесті дейді. Мыңнан үлкен сандарда теріп жаз. Оларды кему ретімен орында дейді. Оларды кему ретінде орында дейді. Мәтінде 15 әртүрлі сандар кездесті. Бұл жерде көптеген күрделі сандар кездесті. Мыңнан үлкен сандар 2017, 729, 26, 29, 626, 2016, 4734, 739, 06, 2, 4966, 915 сандары, яғни тағы да басқа бір сандар кездесті. Енді кем өретімен бұл жерде көптеген күрделі сандар кездесті. Осы жауапты жазып алыңыздар. Енді 7-ші жаттығу тапсырма. Бұл жерде сызба бойынша санды өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. 7-ші тапсырмада, яғни 7-ші есепте 1000 қосылған 36 136-ға тең, 100 қосылған 36 136 болады. Бұл жерде өрнек шығарындар дейді. Бұлай жасақ болады. Біріншісінде 100 қосылған 36, жақшаны жабамыз, яғни жақшаға баламыз, көбейтілген 100 азайтылған 36. Бұныдан жауабымыз, яғни 136 шығады. Бірінші жақшада, екінші жақшада 64 шығады. Жауабы біріншісінікі 8704 шығады. Екіншісінде де дәл солай шығарамыз. Бірақ бұл жерде квадрат болады. 25 квадрат қосылған 25 квадрат теңі 625-ке 625-ті қосамыз. Жауабы 1250 шығады. Енді 8-ші есепке өтетін болсақ, 8-ші есепте есепті шығар. Нұрлан былай деді: алдыңғы күні менің жасым 9-да болатын. Алдағы жылы мен 12-ге толамын. Нұрлан қай күні дүниеге келген? Алдыңғы күні 9-да, алдыңғы жылы 12-ге толады. Туған күні белгісіз. Бүгін 1 қаңтар, алдыңғы күні 30 желтоқсанда 9-да болған. Кеше 31 желтоқсан 10-ға келді. Биылғы 31 желтоқсанда өмірге келеді. Алдағы 31 желтоқсанда 12-ге келеді. Сонда жауабы алдағы 31 желтоқсанда 12-ге келеді. Енді 9-ші есепті шығаратын болсақ, бұл жерде есеп бойынша өрнек жаз дейді. Квадрокоптер миллиметр секунд жылдамдықпен м ұшып өтті. Ұшу уақытын анықта дейді. Бұл жерде v тең z миллиметр секунд деп жазамыз. S тең dm
сағат белгісіз дейміз, яғни сағатты тмен белгілеп аламыз, сағат белгісіз деп жазамыз. Енді шешуі т тең s бөлінген v, т тең d бөлінген z жазып аламыз. Жауабы d бөлінген z секунд. Енді әсін орындайтын болсақ, әсінде квадрокоптер b километр сағат жылдамдықпен аға сағатқа ұшты. Осы уақыт ішінде ол қандай қашықтықта ұшып өтті дейді. Бұл жерде әде v тең b километр сағат, т тең а сағат, s тең белгісіз километр деп жазып аламыз. Яғни шешуі с тең v көбейтілген уақытқа, с тең b көбейтілген аға. Жауабы v тең а километр ұшып өтті. Бұда да дәл солай. Уақыт v квадрокоптер жасады. Оның 24-тен 1 бөлігі қызыл, қалғаны көк түсті. Зауыт неше көк түсті квадрокоптер жасады? Мұндағы b 8328 өрнекті мәнін тап дейді. Бұл жерде v тең 8328, біріншісінікі v бөлінген 24 көбейтілген 1 тең 8328 бөлінген 24 көбейтілген 1 теңі 347 қызыл болады. Екіншісінде v азайтылған 347 тең 8328 азайтылған 347 7981 көк. Яғни бұл жерде жауабы 347 қызыл, 7981 көк. Видеоны арнаға тіркеліп кетіңіздер.